Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Видеомен таныспас бұрын каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Біз бүгін жаңа бөлім бастаймыз. Бөліп шығару. Тақырып шығару жүйесі мүшелерінің құрылысы туралы білеміз. Бүгінгі тақырыпта осы бүйректің құрылысы мен рөлі, қуықты зардың түзілуі және бөліп шығару жүйесінің рөлі туралы ақпарат алатын боласыңдар. Бөліп шығару мүшелері арқылы судар мен құрамында азот бар зиянды заттардың артық мөлшері шығарылады. Құрамында азот бар қосылыстар нәруыздар толық ыдыраған кезде түзіледі. Оларға біз несеп нәр, мочевина дейміз, аммиакты, зәр қышқылын жатқызамыз. Бөліп шығарудың орталық мүшесі бүйректер. Осы сөйлемге мән береміз, өйткені бізде тестта, тапсырмада осы жиі кездеседі ұбт-да. Бүйректер, суретке қараңыздар, бұршақ пішінді жұп мүше. Есімізде сақтағанымыз неге ұқсайтын. Олар бел бөлімінде омыртқа жотасының екі жағында орналасқан. 63-64 суретке қараймыз. Бүйректе екі қабат болады. Біріншісін біз сыртқы дейміз, қоңыр қызыл қабат, яғни оны біз қыртысты қабат деп атаймыз. Ал екіншісін ішкі ашық қоңыр дейміз, оны ми қабат дейді. Сіздерге осы жаңағы неше қабат болады деген сұрақ ұбт-да үнемі кездеседі, және қайсысы сыртқы, қайсысы ішкі екеніне мән береміз. Енді бірден суретке тоқтала кетейік. Қараңыздар, бірінші суретте зәр шығару жүйесі көрсетілген. Номер бірінші суретке қараңыздар. Ол оң жақ бүйрек, екі бүйрек болады ғой, оң жақ бүйрек көрсетілген. Екінші номерде бүйректің үстінде орналасқан бүйрек үсті безі. Бұл туралы біз алдыңғы сабақтарда сіздерге айтамын. Яғни адреналин гормонын бөледі. Осы сұрақта да үнемі кездеседі ұбт-да. Бүйрек үсті безі болады, үшбұрышты орналасады бүйректің үстінде. Одан кейін үшінші номермен көрсетілген ол бүйрек венасы, көк түспен көрсетілген, байқап тұрсыздар. Төртінші номермен көрсетілген сол жақ бүйректің боз заты орналасуын қарап алыңыздар. Және бесінші сурет бүйрек артериясы қызылмен көрсетіліп тұр. Алтыншысы қолқа, қарап алыңыздар. Жетіншісі төменгі қуысты вена. Сегізіншісі несеп ағар, зәр шығару мүшесі, ойлайсыздар бұны екеу болады. Тоғызыншысы қуық. Бірден 64 суретке тоқтала кетейік. Қараңыздар, енді бүйректің ішкі құрылысына мән берейік. Неден тұрады екен? Біріншісі қыртысты затынан тұрады. Қараңыздар, сыртты. Екіншісі пирамидалары. Қазір біз ол туралы сіздерге ақпарат береміз. Пирамида дегеніміз не екен? Үшіншісі бүйрек емізікшелері. Төртіншісі кіші тостағаншалар. Қарап алыңыздар. Бесіншісі бүйрек қақпасы. Алтыншысы бүйрек астаушасы. Тең ортасында орналасқан, көрдіңіздер. Жетіншісі несеп ағар. Бұл яғни ішкі көрінісі болып табылады. Енді ары қарай жалғастырайық. Басқа мүшелер несеп ағар, жаңағы айткен зәр шығару мүшесін жататын бөліп шығару немесе мүшесі дейміз. Қуық, зәр шығару түтігі қуыс ішкі мүшелер болып табылады. Ас қорыту мүшелері, қан тамырлары немесе ауа жолдары сияқты олар да үш қабаттан тұрады. Қызылмен белгілеп қойдым. Қараңыздар, сыртындағы тығыз дәнекер ұлпасынан тұратын қабат. Екіншісі ортаңғы қабат дейміз, ол бірыңғай салалы бұлшықет қабатынан тұрады. Және үшіншісі ішкі қабаты, ол эпителийден тұрады. Эпи деген ол сыртқы деген мағынаны білдіретін. Эпителий ұлпасын білесіздер ғой, алдында өткеткен болатынбыз. Қуыс бөліп шығару мүшелерінің міндеті, жаңа айтып кеттік, оларға не жататын қуыс бөліп шығару мүшелеріне, олар зәрді жылжытады, оны жинайды, уақытша сақтайды және ағзадан шығарады. Қуықты білесіздер, қуық ол зәрді уақытша сақтайды, содан кейін сыртқа шығарады. Яғни бұның барлығы осыған жатады. Енді келесісі бұл бізде бүйректің құрылысы мен рөлі. Бүйректе қан сүзіледі, білесіздер, фильтрация қызметін атқарады және зәр түзіледі. Осы бірінші айтқан сөйлемге мән береміз. Өйткені бұл үнемі сұрақта, тестта келеді.
яғни бұл бүйректер біздің ағзамыздың басты биологиялық сүзгісі. Егер екі бүйректе жұмыс істеуін тоқтатса, 30-40 минуттың ішінде адам ағзасы өздігінен улана бастайды. Өйткені қан тазартпайды ғой, сүзбейді, иә. Міне сондықтан ағзадағы бүйректердің маңызды рөл екенін осыдан аңғаруға болады. Бүйрегі жұмысын тоқтатты, бүйрек отказ беріпті дегенді естиміз ғой, иә. Яғни адам уланады, адам ағзасы бүйрек қызметін тоқтатқан кезде. Одан кейінгі осы нефрондар деген бар, иә. Нефрон ол бүйректің функциялық бірлігі деп атаймыз. Анықтамасын дәл осы анықтама тестта келеді сіздерге. Ол микроскопиялық құрылым болып табылады нефрондар. Әрбір бүйректе, және екі бүйрегіміз бар ғой, соның әрқайсысында 1 миллионнан артық нефрон болады. Нефрон ол бір қабатты эпителий жасушаларынан түзілген және екі бөліктен тұрады. Қазір мен келесі суретін көрсетемін сізге, суретін салып қарап алыңыздар. Нефрон капсуласын капиллярлар шумағы торлап жатады. Қазір сурет бойынша сіздерге түсініктірек болады бұл жерде. Ол бүйректің сыртқы қабатында болады нефрондар, және капилляр шумағына байланысты қыртысты қабаттың едәуір қызыл түсті болады. Енді осы бүйректің жаңа ішкі құрылысын айттық қой, біз бүйрек пирамидалары болады дегенімізде, бұл 2-ші номерде көрсетілген, жаңа алдыңғы слайдтан қарап алыңыздар, ұмытқансаңыздар. Бұл бүйрек пирамидалары микроскопсыз көрінетін, микроскоптың қажеті жоқ, көрдіңіздер, бүйректің ішкі қабатындағы жиналған жіңішке жіпше болып табылады. Олардың пішіні шынымен негізгі немесе табан деп айтсақ болады, сыртқы қыртысты қабатқа қаратылған пирамидаға ұқсайды. Қараңыздаршы өздеріңіз алдындағы суретке болады. Сондықтан біз мұны бүйрек пирамидасы дейміз. Ал осы бүйрек пирамидаларының төбесі бүйрек астауының тостағаншасына айналады. Қараңыздар, жаңа 60 номерде көрсетілген бүйрек астаушасы. Астау ол ми қабатынан басталатын, несебаға шығатын кішкентай қуыс. Және де нефронда зәр екі кезеңде түзіледі. Біріншісі сүзу және қайта сору, не реабсорбция, қайта кері сорылу деп айтаймыз. Бұл туралы сіздерге қазір ақпарат беремін, бірақ нақтырақ біз 9-шы сыныптың оқулығынан танысамыз тағы да бұл туралы. Қан капилляр шумағына кең артерия бойынша түседі де, одан артерия арқылы шығады. Тар артерия арқылы шығады. Нәтижесінде капиллярларда үлкен қысым пайда болады да, қанның сұйық бөлігі плазма бір қабатты эпителий жасушалары арасынан бүйрек капсуласының ішіне өтеді. Яғни сол жерде сүзіледі деп айтсақ болады. Бұл процесс бірінші реттік зәрдің түзілуі. Тәулігіне шамамен 150 мл бірінші реттік зәр түзіледі. Құрамы бойынша ол қан плазмасына ұқсайды. Сіздер қан құрамын өттіңіз бе? Қан плазмасын түсін білетін шығарсыздар, кішкене сарылау болады. Және онда тек фибриноген, глобулин, альбумин сияқты ірі нәрлюздар молекулалары болмайды. Міне қараңыздар, бірінші реттік зәрдің ерекшелігіне де. Енді келесі екінші реттік зәр түзілу. Бұл кезеңде қайта сору деп атаймыз. Жаңа айтып кеткем, капсулаға түскен су және пайдалы заттар қанға кері қайтарылу керек. Әйтпесе ағза сусызданады. Ол қандай заттар? Ол глюкоза болуы мүмкін, дәрумендер, гормондар болуы мүмкін. Бұл вена капиллярларының қалың торы шырмап жататын бүйрек арналарында жүзеге асырылады. Арна жасушалары АТФ энергиясын жоғалтады да, сұйықтықты капиллярлар қабырғасы арқылы қанға кері итереді. Осы кезде арналарда зиян заттарды, несепнәр, зәр қышқылы мен кейбір тұздарды қалдырады. Осылай арналарда екінші реттік зәр түзіледі. Бұлар тәулігіне 1,5 литр түзіледі. Жаңа 150 мл дегенбіз бірінші реттік зәрді. Тазартылған сұйықтық қанға қайтарылады да, ал түзілген зәр арналардан пирамидаларға, кейін астау мен несепаларға қайтадан түседі. Бұның барлығы бүйректің құрылысы мен рөлі болады. Енді келесі тақырыпшамыз бұл зәрдің шығарылуы. Зәр қалай шығарылады екен?
Зәр қуықта жиналады, оны білесіздер. Оған шамамен 500 мл зәр сияды. Қуыққа сиятын мөлшері. Қуықтың ішінде сілемейлі қабат қатпарлар түзеді. Онда қысымға әсер көрсететін рецепторлар болады. Қуық толған кезде жаңағы қатпарлар болады дедік қой, солар жазылады да рецепторлардан зәр шығару рефлексінің орталығына белгі беріледі, яғни сигнал. Бұл орталық жұлынның сегіз көз бөлімінде орналасқан. Сегіз көз дегеніміз ол омыртқа жотасының ең соңғы бөлігі. Шамамен 2 жастан бастап ол үлкен ми сыңарларының қыртысының бақылауында болады. Сол кезде зәр шығару саналы түрде жүзеге асырылады. Яғни кішкентай балаларда дәретке отыру керек екені туралы мысалы. Зәр қуықтың бірыңғай салалы бұлшықеті жиырылған кезде зәр шығару түтігіне түседі де сыртқа шығарылады. Барлығы шығып кетпейді, яғни орташа есеппен 200-300 мл. Ер адамдар мен әйел адамдардың зәр шығару түтігінің құрылысында айырмашылықтары бар. Ер адамда ол бір мезгілде жыныс және зәр шығару жүйесінің мүшесі болып табылады. Ал әйел адамдарда ол тек зәр шығару қызметін атқарады. Бұндай айырмашылықты енді барлықтарыңыз білетін шығар деген ойдамын. Енді осы тақырып бойынша түсінбеген сұрақтарыңыз болса, сабақ барлығы түсінікті болса да, сіздердің маған жазған кері байланыстарыңыз өте маңызды. Видеоны көргеннен кейін өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырсаңыздар, мен барлығын оқимын. Және де осы тақырып бойынша ұбт-дағы жиі кездесетін сұрақтар, басынан бастап қайталай кетейін. Ол жаңағы бүйректің пішіні қандай, бүйрек неше қабатты, олардың аттары және 3 қабаттан тұрады дедік қой. Ол қандай ұлпалардан тұратыны, бүйректің құрылысы қандай, жаңағы қан түзіледі, зәр түзіледі деген. Одан басқа нефрон дегеніміз не, нефрон капсуласы, бүйрек пирамидалары, жаңағы зәр, бірінші реттік зәр түзілу және екінші реттік зәр түзілу дегеніміз не, оларда қанша миллилитр зәр түзіледі, шығады, сол туралы. Сосын зәр қайда жиналады, осындай ақпараттар көбінесе бізде ұбт-да кездеседі. Осыларға мән беріңіздер. 11 сынып оқушылары үшін бұның барлығы айтып жатқан. Енді келесі сабақта біз сіздермен терінің құрылысы мен маңызы тақырыбын өтеміз. Өте қызықты тақырыптың бірі. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны достарыңызға жіберіп, сілтемесімен маған жаңағы өздеріңіздің көмектеріңізді басқа да сынып оқушыларына жіберулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.